Қант диабеті зат алмасу бұзылысынан дамитын созылмалы гипергликемия, қандағы қант деңгейінің жоғарылауымен сипатталатын ауру. Инсулин секрециясы және әсер етуі бұзылысынан дамиды. Қант диабетінің бірінші типі, екінші типі және гестациялық қант диабет бұл жүктілік кезінде дамиды. Қант диабетінің бірінші типі кезінде инсулиннің абсолютті жеткіліксіздігі болады. Ал қант диабетінің екінші типінде тіндердің инсулинге резистенттілігінен салыстырмалы жеткіліксіздік дамиды. Гипергликемия организмде әртүрлі органдардың зақымдалуына алып келеді, әсіресе жүрек тамыр жүйесі, көз, бүйрек және нерв. Алып келетін себептер аутоиммунды аурулар, генетикалық бейімділік, дұрыс емес тамақтану, вирусты инфекциялар. Қант диабеті ауруының белгілері. Бастапқыда гипергликемия симптомы білінбеуі мүмкін. Шаршағыштық, ашушаңдық, әлсіздік бұл белгілерге аса мән бермеуіңіз мүмкін, бірақ ертеме-кешпе симптомдар көріне бастайды. Тұрақты шөлдеу, кешке күндіз мазалайды. Тәулігіне адам 6 литрға дейін су ішуі мүмкін. Ауыздың құрғауы, кіші дәретке жиі бару, түнгі уақытта мазалайды. Ас қорыту бұзылысы іш қату мен іш өтуге ауысуы мүмкін. Тері қабаттары, шырты қабаттың құрғауы, қышуы, жараның ұзақ уақытқа дейін жазылмауы, дене массасының өзгеруі және аяқтың тоңуы, дірілдеуі, көру қабілетінің төмендеуі байқалады. Бұлшықеттердің әлсіздігі, ұйқышылдық, жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі байқалады. Жоғарыдағы белгілер мазаласа, эндокринолог дәрігеріне қаралған дұрыс. Дәрігер сізге қандағы қант деңгейін анықтау үшін зерттеу тағайындайды. Дені сау адамда қандағы қант деңгейі аш қарынға 3/3, 5/5 миллимолитр болады. Тамақтан кейін глюкоза деңгейі жоғарылайды, яғни 8-9-ға дейін жоғарылайды. 2 сағаттан кейін қант деңгейі 7-8-ге төмендейді. Тамақтан кейін қант деңгейі 8-11 миллимолитр арасы болатын болса, бұл кезде диабет алды. Диабетке себепші болуы мүмкін. Егер 11/1 миллимолитрдан глюкоза деңгейі жоғары болса, онда қант диабеті диагнозы қойылады. Диагнозды нақтылау мақсатында глюкоза толеранттылық тест, гликозированный гемоглобин, S-пептид, қандағы холестерин, липидтердің деңгейіне қарай анализ тағайындалынады. Қант диабетінің емі. Қант диабетінің бірінші типі инсулинотерапия жүргізіледі. Екінші типке диета, физикалық күштеме және қант деңгейін төмендететін дәрілер және инсулинотерапия